Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен қуырылған тұшпара әзірлейміз. Ең алдымен жылы сүтімізге ерітілген сары май, ас содасы, шым тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Електен өткізіп, ұн қосамыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Ендігі кезекте салмасын әзірлейтін боламыз. Пиязымызды майдалап турап, кішкене май құйып қуырып аламыз. Үстіне қалауыңызша тұз, бұрыш, паприка қоссаңыздар болады. Қайнатылған картопымызды жақсылап езіп аламыз. Қуырылған пиязымызды қосамыз үстіне. Екеуін жақсылап біріктіреміз. Осымен біздің салмамыз дайын. Жаңағы дайын қамырымызды алып, жақсылап жайып шығамыз. Жұқалау етіп барынша. Арнайы бөліктерге бөлеміз. Пельмен түйген сияқты етіп түйіп аламыз қыздар. Осылайынан қатты басыңқырап, жақсылап түйіп шығамыз барлығын. Енді кезекте майымызды алдына қыздырып алып, қызып тұрған майымызға пельмендерімізді салып қуырып алатын боламыз. Осымен біздің пельмендеріміз дайын қуырылған. Дәмі өте керемет болады, қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен бірге болған Оспан Диана. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Каналға тіркеле кетіңіз. Астарыңыз дәмді болсын.